Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сол үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Кәсіпқойда жарық етті. Жалоловты жеңетін боксшы пайда болды. Ауыр салмақтағы америкалық боксшы Джошуа Эдвардс кәсіпқой рингте дебютімен назарға бірден түсті. Жуырда өткен айқаста ол отандасы Ларри Гонзалесті екінші раундта нокаутқа түсірді деп хабарлайды. Бірден сарапшылар назарына түсті. Америкалық бапкер Кристина Лапестің ойынша, Эдвардс қазіргі таңда супер ауыр салмақта аты шыққан Бахадур Жалоловты жеңе алады екен. Лапес әлеуметтік желіде Джошуа кәсіпқойда бір ғана айқас өткізгенімен жаттығу кезінде Жалоловты деңгейдегі боксшыларға қарсы өзін жақсы көрсеткені жаздады. Маманның ойынша, Эдвардс өзбекстандық бәсекелес болып қана қоймай, оны жеңіп кетеді. Эдвардстың жаттығулары сарапшылардың оны болашақ чемпион дегізіп отыр, және көпшілік оны қазірдан ақ болашағы зор боксшы боларын сенімді. Еске салайық, Жалолов 5 сәуір Астанада төрешілердің шешімімен украиналық Игор Шивадзускіні жеңген еді. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақында Жәнібек Әлімханұлы жекпе-жегі жайлы нақтылайтын боламыз. Ол кіммен жекпе-жекке түседі? Баршаға рахмет.